Бәріңізге сәлем. Бүгін біздер сиқырлы қағазға сурет салу арқылы әртүрлі мобтарды шығардық. Егер сізге қызық болса, онда видеоны жалғастырыңыз. Мәссаған, мынаны қараңыздар, екеуі төбелесіп жатыр. Ема! Прикинь, достар, 3 басты дракон шықты. Ал мінекей, біздер өзіміздің суретімізді салып бастайын деп жатырмыз. Қолымызға осындай сурет салатын құралымызды алып алдық. Біз қазір енді мына жерге не салсақ, артымыздан сол зат пайда болады. Давайте мен қазір өзімнің қиялымнан бірдеңелер салып көрейін. Так, примерно мен осындай бір дракончик салғым келіп тұр. Ол дракончикті салу үшін былай саламыз да, бүйтіп дракончиктің басын саламыз. Примерно ұқсап отырса, айтып отырыңыздар. И дракончиктің бір қолы, менің қиялымдағы дракончиктің бір қолы, былай артқа құйрығы. Так, сары түсті аламыз да, жоқ, оранжевый түсті, давай. Морковный цветті алып, былай айырларын істейміз, дракончиктің айырлары вот осындай. И, мына жағында дракончиктің бір қалқан болады. Неқті бір, давай, қылыш болсын. Біздер андай жауынгер дракончик істейік та, жауынгер дракончик істесек нормально болатын сияқты. По идее, так, примерно Капитан Америка сияқты көкпен бояқ қояйын. Ну, енді менің қиялымнан шыққан нәрсе ғой, Так, мына жерге бүйтіп аузын саламыз. Сосын бүйтіп бір көзін салып жіберейік та. Ема, чётко не деген дракончик, ну так, былай. Хоп, деп әдемілетіп бояп жіберейік. Все, по идее, нормально сияқты. Менің ойымша нормально сияқты. Менің ойымша так. Бұған енді дракон деп жазып қояқшы, дракон. Так, все, нормально ғой, да? Мінекей біздер өзіміздің драконымызды салдық. Енді давай, мына дракон тіріліп екен, көрейік ал. 1, 2, 3. Ема, мынаны қараңыздар. Емайт, офигеть. Да, ну гүлбану, мына қараңыздар, дәу дракон шыққан ғой. Ема, мен салғандай қалқаны бар екен, еще қылышы бар. Так, мына суретті қараңыздар, и мына драконды қараңыздар. Ұқсай ма примерно? Натури ұқсайды ғой, примерно. Ема, мына қараңыздар. Мәссаған, не деген керемет. Ал достар, мына екінші жаққа біздер мына драконның қарсыласы болып төбелесетін бір басқа бір зат салатын боламыз. Ендеше давай, кеттік, бірге салайық. Ал кеттік, 1, 2, хоп. Мына жерге өзіміздің ақ парағымызды қойдық. Хоппана, давайте мен қазір енді бір сұр түспен бір робот салғым келіп тұр. Давай, былай бір робот сияқты бірдеңелер салайық. Осылай бір 4 бұрышты аламыз. Хоппана, осындай денесі болады. Так, қара түсті аламыз да, былай мынау қолы болады. Мына қолы мынандай болады. Типа осындай қолы болады. И мына жерде пушкасы болады, осындай 2 пушкасы болады. Бұлай примерно мүйізі болсын да, 2 мүйізі болса нормально сияқты ғой. И аяғын саласайық осылай. И мынау осылай. Опана, хоппана, нормально робот шыққан сияқты ғой да. Так, ішін бұлай сұрға бояп тастай салайық. Хоп. Мәссаған, не деген робот. Роботтың көзі примерно осындай боламын. Так, ауызы осылай ғой да. Ну, по идее, нормально сияқты. Ортасына бүйтіп сызықтар бірдеңе қоя салайық. Давай, кеттік, все, онда біздерден мынау болды. Так, бұған біздер робот деп жазып қоямыз. Все, міне біздің роботымыз дайын. Давай, бұны енді тірілтеміз, алай. 1, 2, 3. Мәссаған, достар, мынаны қараңыздар. Робот пайда болды бізде, мына драконның қарсыласы. Мынаны қараңыздар. Ема, робот. Примерно мен салғандай шыққан ғой, прикинь. Ну, нормально, так себе болады. Так, давай, екеуін бізге енді төбелестіру керек. Давай, бергендері жақындайындар бір-біріңе. Каканес, давай, жүріңдер. Хоп, давай, жүр, мияқатты жүрет, төбелесіңдер екеуің. Мәссаған, мынаны қараңыздар, екеуі төбелесіп жатыр. Давай, до конца. Ал, робот салған сенемін. Ема, мынаны қараңыздар, бірдеңе атқылап жатыр. Так, алыстан қарайық. Ой, черт. Так, мына роботқа екінші шанс бердім. Давай, енді мен саған до конца балет етем. Давай, робот, мәссаған. Мына дракончикің мықты ғой. Мана өзінің қылышымен мынаны кәдімгідей айырып тастады. Базар жоқ, не деген мықты дракония, базар жоқ, мойындадым мен сені. Так, достар, мінекей біздер өзіміздің 2 суретін салып, 2 қарсыласымызды төбелестірдік. Бізде жеңіске жеткен осы дракон болды. Мына дәу робот бола ма деп едім, бірақ кішкентай робот болып қалды. Так что мына дракончик бізде мына роботтың бір жерін айырып кетті ғой, в общем. Ал енді мінекей біздер өзіміздің екінші
қарсыласымызға кеттік. Давайте біздер енді басқа да бір суреттер салып көрейік. Мен мысалы бір қиялымнан бір дерзкий сурет пайда болып тұр. Короче, осындай мынандай бір жұлдыз сияқты бірдеңелер саламыз. И осы жұлдыздың, короче, дәл ортасын былай қоршап тұрған бір дәу басты неме қояйын. Жақсы. Так, мына жаққа біздер былай бүйтіп былай қол істейміз. И осы қолдан біздерде осындай қолдан ауыз пайда болады, короче, қазір енді сурет біткесін көресіздер. Менің қиялымдағы суретті примерно қалай болатынын. Так, былай саламыз, типа мынау аппақ, типа мынау аузы, мынау типа көздері. Так, былай дұрыстап салып тастайыншы, осылай, все нормально. И біздер, короче, 3 басты айдаһар сияқты бірдеңе істейін тұр қой. В общем, мынау 1 басы, так, мынау 2 басы, и мынау дәу болып 3-ші басы ғой, короче. Так, мынаның бәрін бояп тастайын. Қазір мен сосын әдемі етіп көздерін салатын боламын. Мысалы, мынау біздерде мынау тісі болсын, и мынау, короче, так, давай, мына жерге тағы бір тісін салайық. И типа аузы ғой, ортасындағы аузы. И мына жерге дәу мынандай көзі болады, осындай ема. Мынандай дәу көзі болады, короче, осындай ема. Мынау кәдімгідей айдаһар сияқты ғой, примерно. Так, сосын мына шеттерін былай типа бояп жіберейін. 3 басты айдаһар екені көрініп тұру үшін, чтобы так, былай бояп жібермеймін ба, да? Сол кезде әдемі болатын сияқты, менің ойымша. Ну, енді так, әдемі болу керек қой, по идее 3 басты айдаһар болғасын. Хоп, әдемі етіп бояп жібереміз. Осылай іштерін бүйтіп қап-қара қылып бояп тастаймыз. Так, хоп. Мінекей, мәссаған, не деген айдаһар мынау. Так. Ал достар, келесі бөлімде қандай суреттер салайын, сонда комментке жазып кетіңіздер. Мынау ауызы осындай, мынау да типа осындай ауызы ғой, короче, ема. Так, ендігі қалғаны осы ішкі құрылысын бояп тастайын. Мынау ортасындағы хоп, міне жұлдыз осылай болып тұрады. Так, енді бұл, короче, 3 басты айдаһар ғой, 3 басты дракон дейміз бұған. Так, міне 3 басты драконды істедік. Енді бұл шыға ма екен көрейік. 1, 2, 3. Ема! Прикинь, достар, 3 басты дракон шықты. Тіпті мына қолдарыңыз қараңдаршы. Қолдары мен айтқандай ауыз бар қолдарында. Йо-майо, ортасында жұлдыздары бар. Мәссаған, не деген керемет. Так, қайсы қарап көрейінші. Давай, бері қарата кеш, братишка. Мынау неге далаға шыққысы келіп тұр? Далаға шықпайсың, қазір мен сенің қарсыласыңды салып беремін, сен сонымен төбелесесің, окей, түсіндің бе? Так, мәссаған, мына қараңыздар, кәдімгідей ұшып жүре алады, базар жоқ. Не деген дракон деме, базар жоқ. Ал келесі суретіміз, короче, біздің. Так, не салсақ болады екен келесі суретке? Так, жақсы, бір осындай бас салайын. Так, осындай бір бас салдым. Мынау бір какой-то бір мүйіз болсын, екі жаққа кеткен. Бір бұғы сияқты ма бірдеңе салғым келіп тұр. Мен что-то ше, мынаған қарсылас болатын бір гигант сиреноголовый сияқты біреу салғым келіп тұр. Или так, мынау жақсы ауыз бола қойсын, мынау. Давай, дәу ауыз болсын да, короче. И мынау ауыздың сыртын осылай бояп қояйық, короче, чтобы аузы екені көріну үшін. Так, хоп, мәссаған, далада жаңбыр жауып кетті ғой кәдімгідей. Так, мынау дәу денесі болсын, короче, мынау примерно аю сияқты болайын деп тұр ғой, да. Примерно бояй салайық осылай, нормально. Так, осындай құйрығы болсын, дәу иттікіндей. И аяқтары мынау. Қолдары осылай дәу болсын, короче, қолдары екі жағына дейін кәм шығып тұратын дәу қол болса керемет емес па, да? Все, по идее, мынау баратын сияқты. Так, ортасында бүйтіп бірдеңелер істей салайын, все нормально, примерно болады біздің аюға, короче. Бұған біздер, короче, медведь деп жазып қояйық, все. Біздің медведь дайын болды, мынаған қарсылас. Давай, 1, 2, 3. Так, мәссаған, достар, мінекей біздің медведьміз пайда болды, дәу аю секілді бір мутант па, артында осындай мынандай нелер бар екен, құйрық сияқты, қалай айтады мынандай. В общем, шаштары бар екен. Так, біздің дракон қайда? Дракон бергелі, біздің медведьпен төбелес, как она есть. Давай, келіңдер. Екеуің разнашыңдаршы, конкретті кім ұтады екен. Давай, төбелесіңдер. Так, достар, мына екеуі дейтін бір-бірімен төбелескісі келіп тұрған жоқ. Так, күшті мен бұлармен өзім төбелесетін боламын. Давай, бергелдер. Бергел, дракончик. Хоп, мен саған. Так, маған шабуылдай ма екен бұлар? Сол маған қызық болып тұр. Так, шабуылдайтын шығар, да? Бергеші, давай. Походу, шабуылдамайды сияқты ғой маған. Ей, ё-моё. Айбай, маған шабуылдап жатыр.
кете бар. Жоқ. Кет бар, кет. Ешак бас. Ема, шабуылдағанын көрдіңіздер ма? Ема, жақындап қалды маған. Құры бар. Мә саған. Айбай. Мә саған, достар, мынаны қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Мына дракончиктің өте мықты екен. Еба, мына заттардың бәрін мен жинап алайын. Так, бұлар түкке де керек емес болып қалды. Так, короче, бүгінгі бөлімде біздерде осындай керемет дерзко заттар шықты. Бұған енді лайк басып қойыңыздар. Ё-майо, мынаяқтан нелер қаптап кетті? Базар жоқ, мыналар немене әлі өздері. Так, бүгін біздер осындай медведь салдық. Примерно мен суретіме ұқсайды екен де. Осындай дракончик салдық. Мынандай бұл да ұқсайды примерно. Бағанағыдай роботтар салдық. Сосын осындай дракон салдық, короче. Так, в общем, достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі бөлімде кездескенше сау саламатта болыңыздар.